Сәлем достар, мен сіздерге бүгін бір жұмыртқамен хвост жасап көрсететін боламын. Ұнымызға шамалы разырық етел немесе сода қосамыз. Бір жұмыртқа кішкене сүт қосып, осылай қамыр илеп аламыз. Қамырымыз қатты жұмсақ болып кетпесін. Осылай илеп иіғанғанша жауып қоямыз. Иіғанған қамырды үлкейтіп жайып аламыз. Қамырымды үлкейтіп жайып алдым. Қамырдың қалыңдығын бешбармақтың қамыр сияқты жайсаңыздар болады. Қатты қалың болып кетпесін, не қатты жұмсақ болып кетпесін. Осылай әдемілеп жайып аламыз. Қамырымызды дөңгелек қылып осылай жайып алдым. Енді қамырдың размерін бірдей етіп кесіп алатын боламын. Сіздер де осылай кесіп алыңыздар. Размерлері әртүрлі болып кетпесін, әдемі көрінбейді. Осылай әдемілеп кесіп аламыз. Қамырымды кесіп болдым. Енді қызып тұрған майға хвостының қамырларын салып пісіріп алатын боламын. Қамырымды салдым. Вилканың көмегімен осылай дөңгелек етіп қызартып пісіретін боламын. Қамырдың барлық шетін қызартып осылай біркелкетіп пісіресіздер. Bir жері ақ, бір жері қызыл болып қалмасын, осылай әдемі етіп пісіріңіздер. Барлық жерін аунатып пісіріп аламыз. Барлығын пісіріп болдым. Енді бетіне сгущенка немесе сахарный пудрамен сәндесеңіздер болады. Мен сгущенка и сахарный пудра екеуін де пайдаландым. Өз қалауларыңыз бойынша сәндейсіздер. Біреулер шоколад себеді, әркім әрқалай болады. Өз қалаңыз бойынша әрлейсіз. Осылай шайға ұсынасыз. Пайдалы болса, маған тіркеліп лайк басып кетіңіз. Рахмет.